Ассаламу алейкум, АТВ телеканалының әзиз ықласпентлері, қадірлі тамаша көйлер. Мінекей елімізге кіріп келген, айлардың сұлтаны болған мүбәрек Рамазан айы бәршеге мүбәрек болсын. Өздеріңізге белгілі әзизлер, мінекей АТВ телеканалында Нөкіс қаласы бас имамы Разып Бахрамадин ұстазбенен бірге баслаған нәсият көрсетуінің нәубеттегі санында баслап алдық. Ассаламу алейкум, ұстаз. Алейкумассалам ва рахматуллах. Ұстаз, бізде осы әзелден қалқымызда да мінекей дінімізде де шаңырақтың ахметі жүді үлкен болып келеді. Келің бүгін тамаша көйлерге осы шаңырақтың дініміздегі бір фазилетлерін айтып түсіндіріп, сол бойынша сәубетлестік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллах Таалаға хамду саналар, пайғамбарымыз алейхиссаламға салауатты саламдар болсын. Бүгін ең әһәмиятлі мәселелердің бірі болған, шаңыраққа тиесілі болған никах һәмде талақ мәселелері хақында дінімізде не айтылады, солар хақында демек сөйлеп қойылып отырған екен. Әлбетте, шаңырақ мәселесі әрдайым ең әһәмиятлі мәселелердің бірі болып келген. Себебі әрқайсысы жемиет шаңырақлардан құрылады. Демек, қайсы бір жемиеттің құрамындағы шаңырақлар бекем, татулы болатұғын болса, әлбетте сол жемиетте міне осындай бекем рауажланған бір жақсы жемиет болады. Соның үшін әлбетте шаңырақ мәселесін жастарымызға бір мұқаддес дәрга екенлігін жақсы түсіндірулігіміз керек болады. Ханафи мәзһабымыздың ең көзге көрінген алымларының бірі Ибн Абидин рахматуллахи алейхи айтады, адам алейхиссаламнан қияметке дейінгі давам ететұғын, хәтте жәннетте де давам ететұғын екі ибадат бар. Бірі иман, екіншісі никах деп айтады. Демек, міне сөзге әһәмиет беретұғын болсақ, бұл шаңырақ құрулық, яғни шаңырақта некенің негізінде әмелге асырулық жүде бір әһәмиетлі нәрсе. Айырым адамдар шаңырақты бір 60 жылдық яки 70 жылдық өмірге ие деп түсінеді, бірақ негізінде ұламаларымыз айтады, әрбір құрылған шаңырақ мәңгілікке, яғни мәңгі өмірге ие дейді. Себебі бүгін құрылған шаңырақ, осы шаңырақтағы дүнияға келетін перзентлер, хәтта осы перзентлердің келешектегі зүрриетлері де бүгінгі құрылған шаңырақтың тәрбиесіне байланысты болады олардың десе. Соның үшін шаңырақта перзент тәрбиесіне, шаңырақ тәрбиялығына үлкен әһәмиет берілуілігі керек болады. Тілекке қарсы бүгінгі күнде айырым жас шаңырақлар, яғни сол жастарымыз шаңырақты құрып болғаннан кейін айырым бір арзымаған себеплерменен шаңырақлардың сол ажырасып баратырғанлығына яки бір әпуай нәрселер себеплі перзентлер тірі жетім болып қалатырғанлығы бір ашынарлы жағдай болып есептеледі. Бүгінгі күнде альхамдулилля міне жұртымызда, жұртбашымыздың басламасыменен жүде бір жақсы халқымыздың паруалығы үшін жүде үлкен имканиятлар, шарайтлар жаратып беріліп жатырыпты. Сол қатары жастарымызға да міне жақсы бір имканиятлар жаратып беріп жатырыпты. Әмде шаңырақ институты құрылып, осы шаңыраққа үкіметімізде жүде үлкен етібар беріліп жатырыпты. Бұл нәрседен әлбетте жастарымыз өнімлі пайдаланулығы керек болады. Енді шаңырақтың негізі бұл никах болып есептеледі, яғни шар'i неке деп айтамыз, мұсылманша никах. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадислерінің бірінде айтады, «Ан-никаху сүннати, фаман рағиба ан сүннати фалейса минни» дейді. Яғни никах менің сүннетім, кімде-кім менің сүннетімнен бас тартатуын болса, менен емес деп мархамат қылған. Соның үшін шаңырақ құрулық бұл пайғамбарлардың сүннеті һәм де Аллах тәбәрәка тағаланың бұйрығы болып есептеледі. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, «Әй жастар жамаасы, кім сіздерден үйленулікке қадір болса үйленсін» дейді. Демек, қайсы бір жас жігіт имканияты бар ма, тез үйленулікке шақырып жатыр. Бұл бекарға емес. Себебі шаңырақты мойнына алған ер адам, демек, сол шаңырақ ағзаларынан баспанаменен тәминлеулік, азық-түлікпенен тәминлеулік, яки осыған жауапкершілікті мойнына алғаннан кейін алдыңғыға қарағанда да көбірек минет етеді һәм де жауапкершілікті сезеді. Міне осы жауапкершілікті біз жастарымызға жақсы түсіндірулігіміз керек болады. Міне осы шаңырақтың негізі жоғарыда айтқанымыздай некенің негізінде болуы керек. Себебі пайғамбар алейхиссалам айтады, «Улитту минен никах» дейді. Яғни мақтаныш қылып пайғамбар алейхиссалам айтып жатыпты, мен некенің негізінде дүнияға келгенмін дейді. Тарихшылар айтады, адам алейхиссаламнан пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға дейінгі бәрше бабалары некенің негізінде шаңырақ құрып,
перзент, зүррият көргенлігі һәм соның нәтижесінде пайғамбар алейхиссаламның міне сол никахтың негізінде дүнияға келгенлігін айтады. Демек, сол ата-аналарға да айта тұрған нәрсеміз, айрым ата-аналар демек көпшілігі бұл нәрсеге альхамдулилля етібар береді, бірақ айрым ата-аналар перзентін үйлендіре тұрған болса, тойға со дәрежеде үлкен жақсы таярлықларды қылады, қандай мал сойылады, қайсы тойханада беріледі, яки мейманлар, құда-құдағайлар қандай күтіледі, дастарханды қандай қылып безелу керек, һәмме нәрсеге етібар береді. Бірақ шаңырақтың негізі болған, шаңырақты шаңырақ қылатығын нәрсе болған шар'i некеге етібар бермейді айырым ата-аналар. Міне осы нәрсе жүзде бір ашынарлы жағдай болып есептелінеді. Енді никах хақында айтатығын болсақ, әлбетте мына жастарымызға айтатығын нәрсе, міне осы нәрсені жастарымыз бүгінгі әдет қылып алса, бір мақсатқа муафиқ болады. Яғни қайсы бір жігіт мен шаңырақ құрамын, мен үйленемін деген мақсатты алдына қойды ма, демек өзінің сол келешектегі жұпты халалы болатығын инсанды таңлап болғаннан кейін екеуі ата-ананың разылығыменен пахажға, яғни ЗАГСке барып, тізімнен өтіп, арыза беріп, екеуі де сол тойдан алдын мит көріктерін өтіп, һәм де сол келін күйеу баланың үйіне келмесінен алдын, яғни сол күйеу баланың үйіне келетұғын күні мұсылманша некеден, шар'i некеден өтсе, бұл һәм низамлы түрдегі, һәм дінімізге муафиқ болған шаңырақ құрулық болады. Демек, ата-ананың дуасын алып, һәм мұсылманшылықта айтылған, һәм де низамлы түрдегі құрылған шаңырақ болатығын болса, бір берекетлі, бір файызлы, бір жақсы не болатығын екен шаңырақ болады, иншалла. Демек, соның үшін айтатығын нәрсеміз, міне осы мұсылманшылықта айтылып жатырған никах, ақты никах деп айтады, соған біз әһәмиет берулігіміз керек болады. Ұстаз, мінекей жоғарыда той хақында айтып өттіңіз. Қазіргі уақытта той берудің өзі де бір үлкен байрам деп болып кетті десек те алжаспаймыз. Себебі бір тойдың өзінде қаншама дәбдебе бар. Мысалы, сол екі жас ерлі зайыптылар, қосылып жатқан ерлі зайыптылар көліктерменен сейілге шығады, келін күйеу сейіліне. Және де тойдағы дәбдебелерді айтпасақ та болады, басым көпшілікке белгілі. Негізі шариғатымызда той қалай болып өту керек? Жақсы сұрау. Пайғамбарымыз алейхиссаламның дәуіріне нәзер тастайтын болсақ, бір күні Абдурахман ибн Ауф деген сахаби разияллаху анху бір өзгеше бір киініп жүргенін көргенде пайғамбар алейхиссалам бұл не үшін, яғни не себептен бұндай киініп жүрсіз деп пайғамбар алейхиссалам Абдурахман ибн Ауфтан сұрайды. Сонда Абдурахман ибн Ауф айтады: мен кеше үйленіп едім дейді. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан екен: әулим уәләу бишатин деген екен. Яғни егер бір қой сойып болса да сен той бер, яғни зияпат қыл деген мәнінде пайғамбар алейхиссалам бұл сахабаға бұйырған. Демек, міне осы хадистен біз алатығын жұмағымыз, қайсы бір инсан демек шаңырақ құратығын болса, үйленетігін болса, демек соны адамларға жария қылып қоюлық бұл дініміздің талабы. Өзі тойдың мақсаты не? Тойдың мақсаты адамларға жария қылулық. Бірақ тілекке қайырса, айырым адамлар тойдың мақсаты не нәрседен ибарат екенлігін білместен, осы тойға қылынып атырған қаражетлердің себебінен, әттеки айырым шаңырақлар бір қарыздарлыққа кіріп келіп атырған жағдайлар болып атырды. Өз негізінде енді құрылып атырған шаңыраққа ертеңгі күні үшін жақсы бір аяққа тұрып кетулігі үшін сарпыланатын қаражетлер бір күндік той үшін сарпыланып кетіп атырды. Бұл неге алып келіп атырды? Нәтижеде осы екі жастың ауызбіршілігінің қашуына алып келіп атырды. Осы шаңыраққа келіп атырған келіннің енесі айтып атырды: бұл келіннің қадемі құтылы шықпады, бұл келгелі бері басымыз қарыздан құтылмады дегенге ұқсаған гәплерді айтып атырды. Яки осы тойы болған жігіт той өтер өтпес сырт жақ бетлерге жұмыс ізлеп, яғни сол жас болған шаңырағын тастап, осындай бір жағдайлар болып қалып атырды. Соның үшін біз халқымызға айтатын нәрсе, әлбетте тойды әрбір инсан өзінің имканиятынан келіп шыққан халда бір пайызлы, берекетлі қылып берулікке әрекет етулігі керек болады. Ұстаз, мінекей жоғарыда неке хақында да, той бәзімдер хақында да түсіндіріп өттіңіз. Көп-көп рахметіміз айтамыз. Және де некенің және қандай шәртлері бар, соларды түсіндіріп өтсеңіз.
Şar'i nikahның өзіне жараса тәртіп һәмде со шартлары, рукнлары бар. Бірінші нәубетте әлбетте со ерлі зайып со никахқа қатынасуы керек, яки олардың вәкілдері қатынасуы керек. Сонымен біргелікте гуалар шарт болады. Кемінде 2 ер адам болу керек гуа, яки 2 аял, 1 ер адам гуа болуы керек болады. Сондай-ақ неке қиылып атырған уақытта, осы ерлі зайыптан соралған уақытта өткен заманда жауап берілуі керек болады. Мәселен, келіннен сорағанда өзіңді жұпты халалыққа бақшы еттің бе деген уақытта, өзімді бақшыда еттім деп өткен заманда айту керек болады. Күйеу баладан жұпты халалыққа қабыл қылдың ба деген уақытта қабыл қылдым деп өткен заманда айтуы керек болады. Қала берсе, және никахтың шартларынан деп есептелінеді мәһр деген нәрсе бар. Бұл мәһр келіннің өзінің мүлкі болып есептелінеді. Бұл кемінде 10 дирхам деп айтады, яғни нысаптың 20-дан бірі. Осы мәһрам екеуінің разылығына көре белгіленеді. Яғни ерлі зайып, мәселен, еркек адам пәлен зат ап беремен мәһріңе десе, егер оған келін разы болмаса, яғни маған пәлендей зат ап бер дейтін болса, яғни сол екеуі бір затқа келісіп разы болатын болса, сол мәһр деп белгіленеді. Һәм де бұл күйеу баланың мойнындағы алып беру керек болған вазифасы болады. Бұл келіннің өзінің мүлкі болып есептелінеді. Сөз мінекей неке мәселесі айтылғанда бұл жерде талақ деген түсінік те бар. Бұны енді қазіргі уақытта көпшілік жастар тура түсініп отырған жоқ. Яғни талақтың жауапкершілігі, оның шартларын білмей, мысалы өмірлік жолдасына хәзілдес болсын, не бір ашуланып болсын, әпой ғана талақ беріп қойып отырыпты. Келін осы талақ хақында да, оның шартлары хақында да түсіндіріп өтсеңіз. Әлбетте талақ мәселесі бұл әрбір мұсылман адам жақсы білу керек болған мәселелердің бірі болып есептелінеді. Тілекке қарсы, жаңа сіз айтып кеткендей, айрым жастарымыз шаңырақ құрғаннан кейін өзінің бала шағасыменен әпуайы бір жағдайлар себеплі бір келісе алмай қалатұғын болса, онdan ашуын алулық мақсатында 3 талақ яки 1000 талақ деп тұрып, оған талақ қойып жіберу жағдайлары болады. Нәтижеде оның бұл ауыр жағдайға алып келетұғылығын түсінгеннен кейін сол жастарымыздың өздері қиналып қалып жатыр. Демек, соның үшін талақ мәселесін біз жақсы түсініп алулығымыз керек болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам хадис шарифте мархамат қылып айтады, Аллах Тағалаға халал нәрселердің ішіндегі ең жағымсызы бұл талақ деп айтады. Демек, не үшін пайғамбарымыз алейхиссалам өзі дінде рұқсат берілген затлардың ішіндегі Аллах Тағалаға ең жағымсызы бұл талақ деп айтады. Себебі бұл жүдә айрым уақытлары болатұғын нәрсе болғанлығы үшін. Яғни қашан еркек адам талақ деген сөзді айтады? Қашан бұл дүнияның өзінде өмірі дозаққа айланған жағдайда ғана негізінде талақ ләпізін айту керек болады. Яғни талақ сөзін айтулы керек болады. Соның үшін демек шаңырақтың бұзылулығы, ерлі зайыптың ажырасып кетулігі Аллах Тағаланың алдында ешқашан хош көрілмеген нәрсе екен. Міне осы хадис шариптен біз білсек болады. Бірақ тілекке қарсы бүгінгі күнде айрым жастарымыз, әттеки жасы үлкен адамлар міне осы талақ сөзінің мәнісін түсінбестен аузына келгенше талақ деген сөздерді айтып жіберіп отырған жағдайлар бар. Пайғамбарымыз алейхиссаламның дәуірінде бір күні 3 талақ қылған еркектің хабары келгенде пайғамбар алейхиссалам жүдә қатты ашуланып, мен сіздердің алдыңызда болып тұрған уақытта Аллах Тағаланың каламы менен ойналама деп қатты ашуланған екен. Демек, осы нәрседен бірден 3 талақты қоюлық бұл жақсы нәрсе емес екенлігін біз түсінсек болады. Қала берсе, Убада ибн Самит разияллаху анхудан рауайет қылған хадистен осыған ұқсаған рауайет келеді. Бір күні Убаданың әкесі хаялын 1000 талақ қылады. Міне осының хабарын пайғамбар алейхиссаламға жеткізіп, бұның мәселесін сұрағанда, пайғамбарымыз алейхиссалам Аллах Тағалаға гүнә қылған халында хаялына 3 талақ қойыпты. Бұл 1000 талақтың 997-сі зұлым болады, хәмде хәдден асулық болады. Егер Аллах Тағала оны қалесе кешіреді, қалесе азаплайды деген гәпті айтқан екен.
Демек, айрым жастарымыз құм талақ дейді, мың талақ дейді, яки осыған гәплерді айтады. Бұл үш талақтың зиядасы үлкен күнә болатығын екен. Хаттеки Аллах Таала со талақты айтқанлығы үшін, яғни со хәдден асулық, Аллах Таалаға күнә болатығын осы нәрсені айтқанлығы үшін Аллах Таала бұл инсанды ниеттен Аллах Тааланың алдына барғанақта азаплаулығы мүмкін екен. Соның үшін бұл талақ мәселесін дінімізде еркек адамға берді ме, бұл жауапкерлі затты жақсы түсінулігі керек. Еркек адам әлбетте табиғаттан басық болады, әрбір айтатығын сөзін ойланып сөйлейді. Соның үшін ер адамға талақтың құқығын берді. Демек, еркек адамлар міне осыған мүнәсіп болулығы керек болады оған екен. Хаял адамлар талақ қоюлығымен ешқашан талақ түспейді. Себебі жоғарыда айтқанымыздай дінімізде еркек адамға талақтың хақын, құқығын беріп қойыпты. Енді және бір тілекке қарсы міне шаңырақлардың ажырасуы хақында гәп кеткенде, айрым ата-аналар әбенедей со екі жас бірге жасап атырған, яғни со келіні менен перзентінің ортасына ажырасулыққа себеп болып қалып атырыпты. Яғни бұл келін бізге ұнамайды, соның үшін оған талағын бересең, яки ажырасасаң, болмаса біз разы емеспіз деген мәнідегі гәплерді айтады. Яки ана айтады, мен саған берген ақ сүтіме разы емеспен, осы келінді қоймасаң дегенге ұқсаған шартлерді қояды. Нәтижеде перзент әбенеде жасап атырған өзінің шаңырағыменен ажырасулыққа не болады, мәжбүр болып қалып атырған жағдайлар бар. Хаттеки со мешітімізге көп осындай мәселелер келеді. Біз дейді, өзімнің со өмірлік жолдасымен жақсы жасап атырпын, бірақ ата-анамыз бізге көп кесент болып атырпы дейді. Біз осы орында ата-аналарға айтып кететін нәрсе, негізінде шаңырақтың, яғни со ерлі зайыптың ортасына түсіп, оларды ажырасуға қылынып атырған әрекет дінімізде ең үлкен күнәлардың бірі болып есептелінеді. Негізінде ана яки әке со баласынан келінменен ажырасасаң, болмаса біз разы емеспіз деген мәнідегі талапты қойса, дінімізде не деп жауап беріледі десе, дінімізде айтылады, Аллах Таалаға күнә болатығын істеп, бендесіне итаат қылынбайды дейді. Демек, шаңырақтың бұзылуы Аллах Таалаға күнә болатығын іс. Бұндай жолда, яғни бұндай істе ата-анаға итаат қылынбайды екен. Яғни со жолын тауып, со бала шағасымен, яғни со жұпты халалымен біргелікте жасаулыққа әрекет етеді. Әлбетте ата-анасынан көңілін тауып, екеуінен мұраса қылып, біргелікте бір тату жасаулыққа әрекет етулігі керек болады. Соның үшін осы орында ата-аналардан iltimas қылатын нәрсеміз, әлбетте 5 күндік бір өмір, біз со келінімізге ашу қылып перзентімізді қинап қоймауымыз керек болады. Кім қиналады? Ортадағы ақылқылар қиналады. Кім қиналады? Өзінің перзентін қиналады. Соның үшін бұндай жағдайларда, яғни со жас шаңырақлардың ажырасып кетулігін алдын алулықта хәмме бірдей жауапкер, хәмде бірдей көмекші болуымыз керек болады. Ұстаз, мінекей осы шаңырақ мәселесіне келгенде, сондай бір жүрекке дақсалатығын сондай бір жағдайлар болып атыпты. Айрым жігітлер сол шаңырақтың мәнісін, яғни жауапкершілігін толық сезінбей, тек қана қызық-қызықпенен үйленіп, арадан уақыт өткеннен кейін маған ұнамай қалды, мен ажырасаман деген сондай дау шығарып келеді. Енді оған шариғатымыз бойынша қандай пікір білдірсеңіз болады? Жоғарыда айтып кеттік, әлбетте жастарымызға бірінші нәубетте шаңырақ құрулықты демек ниет етіп атырып па, оларға бірінші нәубетте ата-аналары шаңырақтың мұқаддестерге екенлігін жақсы түсіндірулігі керек. Шаңырақта басшысы бұл ер адам екенлігін, яғни со ертең сен шаңырақ құратығын болсаң, осы шаңырақтың басшысы боласаң, хәмде со өзіңнің қол астыңдағы жұптыңды яки перзентлеріңе әр тәрәплеме өрнек болуың керек деген мәніде перзентлерін осы шаңырақ құрулыққа негізінде тәрбиелаулығы керек болады. Мен жасым өтіп баратырды, үйленуім керек екен деген мәніде қызық-қызықпенен үйленетұғын болса, бұл негізінде бұл шаңыраққа таяр емеслігінің бір белгісі болып есептелінеді. Тірекке қарсы айрым со шаңырақлардың бұзылып кетуіне де осындай жігітлердің субутсызлығы, яғни өзінің вазифасын жақсы білмегенлігі, қатиятсызлығы себеп болады. Нәтижеде әбенедей болған бір қызды заялап,
бір шаңырақ, бір бақытсыз жағдайға алып келеді. Соның үшін жігітлерге айтатын нәрсе, әлбетте шаңырақты құрулықты ниет етіп басылады ма, әлбетте бұл шаңырақ үлкен бір жауапкершілікті вазифа екенлігін жақсы білуі керек. Құран Кәрімде Аллах Тәбәрәка ва Тағала мархамат қылып айтады: "Ва аширухунна бил маруф" дейді. Яғни олар менен тату тұрмыс кешірің. Егер оларды жаман көрсеңіз, біліп қойың, бәлкім сізлер жаман көрген нәрседе Аллах сізлер үшін көп жақсылықтарды пайда қылып қоюлығы мүмкін деп Аллах Тәбәрәка ва Тағала мархамат қылады. Демек, инсан сол бірге жасап отырған хаялы бәлкім оған жақпай қалған болуы мүмкін. Бірақ егер осы шаңырақты бұзулық үлкен күнә деген мәніде сол хаялына айырым кемшіліктеріне көз жұмған халда бірге жасауға әрекет ететін болса, Аллах Тәбәрәка ва Тағала өзі ойламаған жақ беттен Аллах Тәбәрәка ва Тағаланың өзі бір сол хаял себеплі үлкен берекет яки бір үлкен бір пайдаларды сол еркекке берулігі мүмкін екен. Себебі Құранда міне осы нәрсені мархамат қылып айтып жатыр. Соның үшін әлбетте ер адам, оның жұпты да екеуі бір болған халда шаңырақты бекем қылулыққа, татулы шаңырақ құрулыққа әрекет етулігі керек болады. Ұстаз, мінекей жоғарыда талақты әттеке әзілдесіп те айтып болмайды деп айтып өттіңіз. Талақтың және басқа қандай түрлері бар? Пайғамбарымыз алейхиссалам үш нәрсенің әзілі де шын, шыны да шын. Яғни никах, талақ һәм ражаат. Ражаат деген сол бір талақ, ражи талақ қойған хаялын қайтарып алулыққа ражаат деп айтылады. Демек, әзілі де осы үш нәрсенің шыны да бәрібір шын болып есептелінеді оған екен. Енді талақтың түрлеріне келетін болсақ, талақ екі түрлі болады. Біреуі ражи талақ. Бұл ражи талақта талақ деген сөз істетілінеді. Мәселен, күйеуі хаялына сені бір талақ қойдым дейтін болса, демек бұл ражи талақ болады. Иддасы өтпестен алдын, со хаялын мен қайтарып алдым дегенге оқсаған гәпті айтулықпен, яғни соған оқсаған әрекетпенен некесіз хаялын қайтарып алса болады ражи талақта. Енді байын талақ деген болады. Байын талақ деген бұл талақ сөзінен басқа сөз істетіледі. Мәселен, күйеуі ажырасулық мақсатында хаялына үйді босат, мен сені харам қылдым, яки көзіме көрінбе дегенге оқсаған сөздерді айтулықпенен демек талақ түсіп кетулік мүмкін екен. Соның үшін еркек адамдар демек өзінің тіліне әлбетте итибарлы болулығы керек. Яғни сол талақ иләж болғанша талақ сөзін яки осы талаққа алып баратын сөзді айтулықтан өзін жүдә абайлы сақлаулығы керек. Мінекей бүгін көрсетуіміз давамында шаңырақтың фазилетлері, шаңырақ неке құрудың шартлары, талақ мәселесі бойынша бір қанша түсініктерді беріп өттіңіз. Сізге көп-көп minnettarçылығымызды білдіреміз. Әне осы бүгінгі көрсетуімізден кейін жастарымызда, жас шаңырағымызда бәрше шаңырақ иелері де өздеріне керекті мағлұматларды алды деген үміттеміз. Хәмде шаңырақ мәселесіне терең жауапкершілікпенен қарайды деген үміттеміз. Демек, әзиздер, осының менен бүгінгі көрсетуімізді жұмақлаймыз. Алдағы уақытларда жақсы күндерде, жақсы кейпиятта АТV телеканалында көріскенше, хош, сау, саламат